Қадірлі ата-аналар, шәкірттер. Сатлай кешенді оқыту технологиясы арқылы білім берудің жолдары атты қалалық практикалық семинарға қош келдіңіздер. Семинардың ашылуы үшін сөз кезегін Астана қаласы білім басқармасының әдістемелік кабинеті меңгерушісі Ахметов Бердібай Ахметұлына береміз. Құрметті әріптестер, қадірлі ата-аналар, қонақтар, өздеріңіз білесіз, білім сапасын көтеру үшін білім берудің сапалы технологияларын, әдіс-үрдістерін іздену бүгінгі таңда білім саласында ең бір өзекті мәселе. Және сондай-ақ өздеріңізге белгілі 2013 жылғы қыркүйек айынан бастап Астана қаласы білім басқармасының бұйрығымен қаламыздағы 3 мектеп, 1 балабақша, олар 4-ші мектеп гимназия, 8-ші орта мектеп, 66-ші мектеп лицейде және 71-ші мөлдір балабақшасында педагогика ғылымдарының докторы, профессор Мауша Алшанбай қызының сатылай кешенді оқыту технологиясын енгізу туралы енгізу бойынша тәжірибелік алаңдар ашылған. Бұл тәжірибелік алаңда қаламыздың аталған білім беру ұйымдарынан 800-ден астам оқушылар және бұл технологиямен 36 мектеп мұғалімі, 2 балабақша тәрбиешісі осы ағымдағы оқу жылында өз жұмыстарын осы технологиямен жүргізіп келді. Енді бүгінгі практикалық семинардың алдына қойып отырған мақсаты осы жыл бойында атқарылған жұмысты нәтижелей келе аталмыш технологияның мүмкіндіктері, мақсат мүдделері және оның бір озық тұстары туралы бүгін сол білім беру ұйымдары өз ой пікірлерін сіздердің алдарыңызда ортаға салады және барлығымыз отырып осыны сараптамадан өткізуіміз керек деп ойлаймын. Енді еңбегі жансын деген бір қазақта мақал бар ғой. Бүгінгі семинарда осы технологияның авторы Науша апайымыз біздің ортамызда. Енді ғалым кісіге өзінің қанша жыл бойы еңбектеніп келген еңбегінің жемісін өз-өзімен көру, немесе сол технологияны жүзеге асыруда өзі ат салысып біздермен етене еңбек етуі бұл бір үлкен ғанибет шығар. Соның үшін Науша апай сізге еңбегіңіз жана берсін, жемісті күндеріңіз ұзағынан сүйіндірсін демекшімін. Әріптестеріме бүгінгі барлықтарыңызға семинар жемісті өтсін, табыс тілеймін. Бүгін бізде семинарда қонақта өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығының директорының орынбасары Алима Абдымажитовна, кафедра меңгерушісі Айдол Жұмабаевич, кафедра меңгерушісі Қымбат Қасымовна, аға оқытушы Гүлнар Қалымхановна, аға оқытушы Көшербай Рахимович, бас маман Зейхан Капжасаровна. Сонымен бірге бізде бүгін қонақта қала мектептерінің ұстаздары, біздің қадірлі ата-аналар, қала мектептерінен оқушылар қатысуда. Сіздерге бүгінгі семинарда табыс тілеймін. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан атты жолдауында адам капиталының сапалы өсуін қамтамасыз етуде алдағы уақытта шешімін табуға қажетті бірнеше бағыттарды анықтап берді. Солардың бірі сапалы білім беру мәселесі. Ол үшін оқу үдерісінде заманауи әдістер мен технологияларды енгізу арқылы білім беру сапасын арттырумен қатар, оны халықаралық дәрежеде жеткізу бүгінгі күннің басты талабы. Осы талап үрдісінен шығуда Астана қалалық білім басқармасы мектептерімізге оқытудың бірнеше технологияларын енгізіп, заманауи білім беру талаптарын орындауды мақсат етті. Өздеріңіз естігендей, солардың бірі бүгінгі практикалық семинар арқылы бір жылдық жұмысын қорытындылағалы отырған Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, кіші ғылым академиясының вице-президенті Оразақынова Нұрша Алшанбайқызының сатылай кешенді оқыту технологиясы. Сатылай кешенді оқыту технологиясы жайлы автор былай дейді. Сатылай кешенді оқыту технологиясы ұлттық төл технология. Себебі, біріншіден технологияның теориялық негізі Байтұрсынұлы, Аймауытов, Жұмабаев, Шонанов, Жұбанов, отандық ғалымдардың ғылыми әдістемелік тұжырымдарын басшылыққа алады.
Екіншіден, Ыбырай, Абай, Шоқан, тағы басқа ағартушылардың оқыту мен тәрбие берудегі ұстанымдары мен қағидалары негіз етеді. Үшіншіден, теория мен практиканы ұштастыруда ғалым әдіскер Оразбаеваның тілдік қатынас, оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім теориясына негізделеді. Төртіншіден, ұрпақтың тілін дамытуға, ұлттық құндылықтарды бағалай білуге, құрметтеуге үйрету үшін ауыз әдебиетінің бай мұрасынан бастап, бүгінгі күні сөз зергерлерінің әдеби ой толғамдарын тіл дамыту, тіл ұстарту жаттығуларына материал етіп пайдаланады. Бесіншіден, белгілі педагог ғалым Селевканың педагогикалық технологияларды топтастыра отырып, педагогикалық технологиялар классификациясы талаптарына сүйенеді. Сонымен қатар, сапалы кешенді оқыту технологиясының басты қағидаларының бірі жоғары қиындықта оқыту. Шын мәнінде бұл технологияның қиындығында ата-аналарда, оқушыларда, мұғалімдерде көз жеткізді. Оның қиындығы неде деген заңды сұрақ туындауы мүмкін. Себебі бұл технология білімнің мазмұнын тереңдетіп білуге, беруге бағытталған. Сол арқылы сыныпта отырған әрбір оқушының, әрбір шәкірттің талантын, дарынын ашу. Ол үшін мұғалім, ата-ана және білім алушы бірлікте жұмыс жасау қажет. Бүгінгі практикалық семинарда сол үш бірліктің бір жыл бойы қалай жұмыс жасап, оның қандай нәтижеге жеткендігіне куә боларсыздар деп ойлаймын. Бұл жерде 45 минуттық сабақ емес, аталған технология арқылы білім алушылардың әр пәннің ғылыми негізін қаншалықты сауатты меңгергендіктерін, ғылыми тілде сөйлеу дағдысының қалай қалыптасқандығын, өз ой тұжырымдарын қаншалықты нанымды жетістіктеріне көз жеткізесіздер. Бұғанға дейінгі өткізіп жүрген шараларда бір байқалған нәрсе, көпшіліктің көкейінде тұратын бір сұрақ бар. Оған көз жеткізу үшін мына алдарыңызда дайындалған материалдарды сабаққа қатысып отырған кез келген топтың оқушысына беріп, күмәнді ойларыңыздан сейілтуге болады. Сонымен бүгінгі практикалық семинарға қатысушы білімгерлер мен ата-аналарға сәттілік тілей отырып сөз кезегін беремін. Сөз кезегі номер 71-ші Мөлдір балабақшасының мектеп алды дайындық тобына беріледі. Тәрбиешілері Омарова, Сұрағанова.